Депутаттық сауалым Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловқа. Бүгінгі депутаттық сауалым биліктің беймәлім шешімдерінен соң тоз-тоз шыққан темірді тақымдауға мәжбүр мұқым елдің мұңы. Расында солай. Ұлттық статистика бюросының мәліметіне сүйенсек, Қазақстандағы автокөліктер адам тасудан әуелде ада болуы керек. Себебі, әбден тозығы жеткен. Санмен сөйлейік. Қазір Қазақстанда 4 миллион жеңіл автокөлік, 454 мың жүк көлігі мен 95 мың автобус бар. Стандартқа салсақ, темір тұлпардың талқаны шықпай жүріп беретін уақыты ең көп дегенде 10 жыл. Ал Қазақстанда тіркелген жеңіл автокөліктердің 49%-ның зауыттан шыққанына 20 жылдан асса, 21%-на 10 жыл толған. Осылай кете береді. Жаңа деп саналатын 3 жылға дейінгі жеңіл автокөліктердің үлесі елімізде 6% ғана екен. Осыдан Қазақстандағы автопарктің мүшкіл жағдайын білуге болады. Қазақта шабатын көлік күйтілейді дейтін бар. Бірақ 4 миллион жеңіл автокөліктің тең жартысының тас жолға табаны тигеніне 20 жыл толған болса, одан қандай күй сұраймыз? Үйсіз күйсіз жүрген азаматтарымыздың ең болмағанда дұрыс көлік мінгісі-ақ келеді. Бірақ оған ақылға сыймайтын кедергілер қойылған. Себебі Қазақстанға шетелден автокөлік әкелу үшін бірнеше төлем жасау керек азаматтар. Бірінші, көлік бағасының 12%-ын құрайтын қосымша құн салығын төлеу керек. Екінші, автокөлік бағасының 15%-на тең мемлекеттік баж төлеу керек. Үшінші, сәйкестендіру сертификатын төлеу керек. Яки шетелден қандай автокөлік әкелсең де, олардың Қазақстандағы дилерлерінен сертификат алу шарт. Оның құны 60 мың теңгеден 140 мың теңгеге дейін. Төртінші, кедендік алым төлеу керек, шамамен 20.700 теңге. Бесінші, автокөліктің қозғалтқышының көлеміне қарай утил алым төлеу шарт. Ол 258.750 теңгеден басталып қымбаттай береді. Қозғалтқыш көлемі 3-тен асса 1.983.750 теңге төлеу керек біздің азамат. Оған қоса шамамен 350 мың теңге акциз төлеу керек. Бұл да соң емес. Ары қарай автокөліктің шығарылған жылына қарай төлем бар. Первичка дейді. Егер Қазақстанға келінетін көліктің шығарылғанына 3 жылдан асса, тағы 1,8 миллион теңге төлеу керек. Оған қоса СФХ мен порттың және брокердің ақшасын қосыңыз. Осынша міндетті төлемнің салдарынан шетелдегі сапалы автокөлікті Қазақстан азаматтар әкеліп міне алмайды. Азаматтарымыз міндеттемелерді төлемейміз деп отырған жоқ. Бірақ тағы бір проблема кедендік сетка бар. Яки мінекей менің қолымдағы мынау құжатта Қазақстанға кіретін барлық автокөліктердің ең төменгі бағасы белгіленген. Бір ғана мысал, Қазақстандағы су жаңа Hyundai Elantra'ның құны ресми сайтта 11 миллион теңгеден басталады. Ал шетелден сол автокөлікті әлде қайда арзанға алуға болады. Бірақ кедендік сеткада аталған көліктің бағасы $13.800 деп бекітілген. Сіз оны шетелден $8.000-ға, $10.000-ға сатып алсаңыз да Қазақстанға тек $13.800 деген бағамен кіреді. Және барлық салықтық және міндетті төлемдер осы бағадан есептеледі. Ең сорақсы, таусылмайтын төлемнен арылу үшін шетелден алған автокөліктерін алдымен біздің азаматтар Қырғызстанға келіп тірейді. Ол жақтағы төлем бізден 2 есе аз. Сосын Қазақстанға кіргізеді. Осылайша біз өз қолымызбен өзге елдің бюджетіне қаржы құйып отырмыз. 2023 жылдың қаңтары мен сәуір аралығында Қырғыз еліне 41 мың автокөлік кірген. Кейін соның біраз бөлігі біздің елге өткен делінеді ашық дерек көзде. Осылайша Қазақстан азаматтарын жақсы көлік міну құқығынан қағып және қазынаға түсуі тиіс қыруар қаражаттан да қағылып отырмыз. Осы тұста менің атыма толассыз келіп жатқан отандастарымыздың 3 нақты талабы бар. Бірінші, Қазақстанға шетелден кіргізілетін автокөліктердің шектік құны бекітілген кедендік сетканың бағасын төмендету. Екінші, алғашқы тіркеу бағасын түсіру. Қазір Қазақстанға келінетін көліктердің шыққанына 3 жылдан асса, оған 1,8 миллион теңге төлеу міндеттеледі. Осы мерзімді 7 жылға дейін созу. Үшінші, утил алымның бағасын төмендету, тіпті үкімет мырзалық қылса алып тастау. Осы депутаттық сауалға заңнамада белгіленген мерзім ішінде жазбаша жауап күтемін. Аманат партиясы фракция мүшесі депутат Нартай Сәрсенғалиев.